尊敬的各位来宾，下午好。 Ана кийинки сумурайлар менің жақсы ана бауырларым сыйлаған жақсы телефонды, 6 телефонды таркілеп әлі қайтармады атаңа деп. Bir күні кеңірдегін сығып тұрып алам ғой айтты. Ойбайлатып тұрып сол кийинкісін мәсім өбінің кеңірдегінен қысып тұрып сол алам бір күні. Деп дұға тілеңіздер. Құдай берсе, көтеніне теуіп тұрып, көзін шұқып тұрып, мұрнынан маңқасын көзінен қанды жасын ағыстып тұрып, сол сұмырайлардан алатын күн жетеді. Әлі есетеңдігімізді, кегімізді алатын күн жетеді. Ол күллі ғаламның жалғыз ғана жаратушы иесінің қолында тұр ғой. Оларды мәңгілік тақта отырасың деген жоқ. Бізді мәңгі бақи қуғында алып шетелде қашып жүресің деген жоқ. Оларды мәңгі бақи қақырғын, қаймалтын, түкіргін, түймалтын болады деген жоқ. Күндердің бір күні келгенде сол қазіргі ақырып өзін құдаймын деп тұрғандар ертең бейшара болып, адамның сорлысы болып қалуы бек мүмкін. Ол күллі ғаламның жалғыз ғана жаратушы шексіз құдіретті иесінің қолында тұр. Сөйтіп неткен. Сол Ақиқат Қалиолла әлі міне 208-ші күн пикет өткізіп жатыр. Түнде жатып жатыр. Кеше түнде Ақиқат Қалиолланың сол Қытай консулының алдында апалармен түннің бір уақытында далада отырған фотосы көрді. Соған қолдаңдар, барыңдар. Ана жаңағы 1000 теңгең болса, ана 5 апаға 200 теңгеден бөліп бер. 1000 теңгең болса, 5 апаның әрқайсысына 200-ден бөліп бер. Себебі әрқайсысы такси ұстайды, әрқайсысы бөлек жерге барады. Жаңағы бір ауылда ештеңкесі жоқ. Жаңағы бір келіншек болды, ештеңкесі жоқ. Бір қап алма теріп әкеп бер. Не көп алматта алма көп. Бүлдірген теріп әкеп бер, бар шаймен бүлдірген жесін мысалы. Бұл варене пісіріп алып деп варенені жауып жатыр ғой мысалы. Мен өзім варене жақсы көредім. 5 апаға 5 бөтілкі варене бер, нанмен жағып жесін демдегенде. Ешқандай түгім жоқ деген қазақта айтам. Таксистер апаратын жеріне апарып беріңіздер, келісіп. Ертең таңертең пәлен жерден күтіп ап, консулдың алдына келейін. Кеште қайтатын кезде консулден үйлеріңізге апарып қойын деп таксистер көмектесіңіздер. Кім біліп жатыр, сені ешқандай киембі тиіспейді. Қазір киембі де чаршады оларды қудалағаннан. Масқара болып дүниенің ал. Сондықтан күнінде 4-5 такси барып, Ақиқат қайда барасың? Мен алып кетейін, сағат қаншада түсесің? 7-де ме? 7-де алып. Сағат ертең 10-да шығасың ба? Мен 10-да пәлен жерден Ақиқатты апарып тастайын деп. Қалида Ақытқан апа 3 жыл 3 келін 14 немересі жоғалып кеткен, қамалып кеткен. Звонда қай жерге дейін апарайын Қалида апа? Кем дегенде автовокзал Сайранға апарайын, ары қарай такси ұстап кетесіз деп. Сол таксистерге дейін көмектесуге болады. Жай таксистерге дейін. О, апалар барыңыздар, апалар беретін ештеңкеңіз жоқ болсадар барып құшақтап, көңіл айтып, жұбатып қайтыңыздар. Жақсы сөз жарымырыс деген адамның жүрегі разы болып қалады. Сол мен айтайын деген, сол Ақиқат Қалиолла жаңағы әкесін құтқарған жаңағы қыз, ақ қыз. Аты кім еді? Жазыңыздар ма? Ой, мен ұмытып отырмын. Әкесі қатты интеллигент, зиялы кісі еді. Әйтеуір түрмеден шығар сол қыз. Ұятай. Сол бәріміздің твиттеріміз блокталып қалады ғой. Бәріміздің твиттеріміз. Сол Хушижин деген сұмыраймен соғысамыз деп твиттерімізді блоктататын. Енді қолында 10 мың, 20 мың, 1 миллион, 2 миллион интернет армиясы тұр ғой оның. Есепте. Біздің артымызда, біздің командамыз твиттердің не екенін де білмейді. Твиттерге шығыңдар деп 18 жыл лекция сөйлесем, кәдімгідей сауатты деп жүрген бір жігіт звондайды есіктен. Твиттер деген не қалай шығады дейді. Твиттерді жаңағы варене жағып нанға қосып шаймен ішесің деп қойдым. Сол басқа не дейді, күйіп кетесің ғой. Кәдімгі сауатты жігіттер солар. Твиттері несі дейді ғой. Сол кәдімгідей интеллигентпіз деп өзім жаңағы біз мына зиялы адамдармыз деп жүрген сол твиттер дегенде де күйіп кетіп сол нанға жағып жейсіңдер. Сол Хушижин жаңағы твиттердегі бізбен соғысатын Хушижин аяқ астынан жазды кеп. Ойбай, мына Хушижин өле алмай жүрме дедім. Өле қалса екен деп деді. Енді жасырмаймыз, өле қалсын дедік. Сұмырай. Былайша айтқанда Қытай компартиясының мына әлеуметтік желідегі ағылшын және Қытай тілінде қатар жазатын бұл Хушижин деген сұмырай тура Қытай компартиясының енді былайша айтқанда арсылдатып қойған Еуропа, Америкаға, бүкіл батысқа қарап арсылдатып қойған иті.
Ол Ху Шижин тіпті әрберден кейін бүкіл Қытай халқының сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы сияқты рөлді ойнап тұр. Ол жай бір Қытай Компартиясының медиасының редакторы, бас редактор. Бірақ оның ойнап отырған рөлі бүкіл Қытай мемлекетінің сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысынан да арман. Тіпті Қытай партия комитетінің батыс әлеуметтік желісіне қаратқан, былайша айтқан спикері ғой. Сол Ху Шижин айтады. Алда Ши Цзиньпин қалай болатынын да сол айтады. Соған айтқызады соның аузымен. Өзі бір бейресми қалыптасып қалды Ху Шижин деген бәле. Енді ол шын мәнінде сыртқы істер министрлігінде емес, партия комитетінің медиасының бас редакторы, бірақ сол Ху Шижин арнайы түрде былайша айтқанда Қытайдың Еуропа, Америка қаратқан адамы. Соның жазғанына қарап Қытайдың көзқарасы білінеді. Енді сол Ху Шижин жазды кеп. Тура жаңағы анау қан сасыған заманға ораламыз. Қан деген әлгі мақалаға. Төңкерістік заманға ораламыз деп мына бүкіл Шинхуа агенттігі, бүкіл баспасөз жазған мақала сындап, бұл у пән дейді. У дау деп жазды. У пән дегені қате анализ жасау, қате шешім қабылдау дейді. Қате көзқарас. Пән деген шешім, түйіндеу, шешім қабылдау деген ұғымды береді. Жаңағы анализ жасау, сөйтіп бір ой жаңағы түйу дегенді білдіреді. Удау дейді. Удау дегенің теріс бағыттау, теріс жол нұсқау, адастыру, арандату деген сөз удау дейді. Сөйтіп жазыпты. Енді әңгіні қарамыз, мынау партия комитеті, Шинхуа агенттігі, Халық газеті, Азаттық газеті жазған мақалаға мына сұмырай Қытайдың арсылдаған иті неге жазды деп әр жерде жатып кеп ойладық. Содан ары анализ жасап, бері анализ жасап, жаңа шай ішіп отырып анализ жасап, көк шай ішіп анализ жасап, сүт пен қызыл шай ішіп анализ жасап, мынандай ойға келдім. Біріншісі, Қытай Компартиясының ішкі жағынан жіктелді. Қытай орталық партия комитеті ішкі жағынан анау Мау кезінде де жіктелген сияқты жіктеліс болды. Ху Шижиннің бас екеуміз. Ол өйтіп Қытайдың бүкіл Си Цзиньпиннің идеясына қарсы ондай жаза алмайды. Ол онсыз да Си Цзиньпиннің адал мүриті, иті, арсылдақ төбеті болып отырған жылда өйтіп жаза алмайды. Демек, Қытай Компартиясының ішкі жағында идеологиялық жіктеліс болды. Бас екеуміз. Қытайда деген ол бір қыстақтың, мысалы, мына қыстақтың бастығы деген, былайша айтқанда, әкімі дейікші, Қорықтай қыстақтың әкімі, оның халқы түгілі орынбасар ана бастық бірдеңені айтса жоқ деп айта алмайды. Былай, міне Қытайдағы әміршілдік жүйе ана басшыға, қолында құқығы бар адамға табыну дегенің енді сұмдық Қытайларда. Ана қыстақтың халқы, бүкіл халық ананы құдай көреді. Тіпті оның орынбасары оған жоқ демейді. Бізде қазақтарда кетші құрушы дейді ғой, тіпті бізде халықта мысалы. Біздің қазақта кемде Қытаймен салыстыра алмаймыз. Бірақ біз Еуропамен салыстыра алмаймыз. Мына өскен, өркендеген елмен салыстыра.